Сөзілдірек, сенің туған тіліңдегі білмеген, ізденбеген ұғымдарды түсінікті тілде жеткізу. Сөзілдірек. Сәлем достар, бұл Сөзілдірек. Біздің Айдар сіздерге ұнап жатқан секілді. Бұл бізге одан да керемет нәтиже көрсетуге үлкен әсерін тигізуде. Үшінші бөлімді отбасы тақырыбына арнаймыз. Ендеше бастайық. Отбасының жанжалы қаны ішпеген шайдан туады. Отбасындағы жанжал қанып, сырласып, бір-бірін түсінбегендіктен туындайды. Сөйлесу, түсінісу, дастархан басынан, ең бастысы отанасы әйелдің қолынан қанып ішілген шайдан бастау алады. Мысалы, қазіргі жастар өз әлеуметтік әлемінде бір-біріне көңіл аудармай қалуынан жанжал туындатып, ажырасып жатады. Сондықтан жас отбасылар, әлеуметтік әлемде отырмай қанып шай ішіңіздер, тату-тәтті болыңыздар. Қарындасқа бұрмағанның қары сынсын. Жалпы, жасы кіші әр қазақ қызы туған болмаса да біз үшін қарындас болып саналады. Оларға қамқор, қорған болып, дер кезінде көмектеспесек, біз үшін ерсығылық деп айтсақ та болады. Осы мақалдағы бұрмағанның қары сынсын деген жерде қар сөзі түсініксіз. Қар бұл иық пен қолды байланыстыратын сүйек. Дене бітім бойынша адамның күші сол жерде жиналады. Яғни қарындасыңа қамқор бола алмасаң, бар жинаған күштің маңызы жоқ деген сөз. Қар сүйегі тек бұл мақалда емес, басқа мақалдарда да жиі кездеседі. Отбасындағы ойран ойдағы елге жетпес. Отбасындағы ойран дегеніміз ұрыс керіс екені түсінікті. Ал ойдағы елге жетпес дегеніміз сәл түсініксіздеу. Бұл жерде оның мағынасын былай айтуға болады. Отбасы мүшелері ұрыс керіс болған жағдайда сырттан ешкімді араластырмай, бөтен адамға жеткізбей өзара шешеді. Отбасы ала болса, кереге басы сайын бәле бар. Жалпы, мақалдар ата-бабаларымыздың қалдырған асыл мұрасы. Ал сол бұрынғы заманда өзіңіз білетіндей халқымыз киіз үйде тұрған. Соған қарай, мақалдардың ішінде киіз үйдің бөліктері жиі айтылады. Мақалдың негізгі мағынасына келсек, отбасы тату болмаса, ұрыс керіс көп болады. Неліктен көп? Кереге басы сайын бәле бар дегеніміз соған дәлел. Отан отбасынан басталады демекші, өзіңізді шағын мемлекетіңізде жақсы ұстай білсеңіз, сыртта да солай басқаларға үлгі болатыныңызға сенімдімін. Мақалдар түсінікті болса, пікір қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Көріскенше, сау!